Армысыздар, құрметті көрермендер, тыңдармандар. Басқару подкастының бүгінгі қонақтары өте өзгеше деп айтқым келеді. Тақырыпта өте маңызды тақырыптардың бірі. Бізде өздеріңіз білесіздер, көбінесе подкасттарда әртүрлі жеке азаматтардың әңгімелері болып жатады да, бірақ халыққа өте қажетті кейде мәліметтер жетпей жатады. Сондықтан бүгін біз арнайы мынау мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің тақырыбын алып отырмыз. Алдымен жалпы кіріспес бұрын сіздерге қонақтарыма алғыс айтқым келеді, өйткені мынау тақырыпқа мен қарап шықтым, эфирлер өте аз екен, және де көбінесе мемлекеттік қызметкерлер келе бермейді. Сол себептен оны қоғам белсендісі ретінде осы сіздерге алғыс айтқым келеді. Енді құрметті көрермендер, айтып кеткендей, тақырып өте өзекті тақырыптардың бірі. Неге? Өйткені 18 жасқа толған әрбір азамат жалпы мемлекеттік органдарға барады, мемлекеттік қызметтерді алып жатады. Бүгінгі тақырыпты талқылайтын азаматтар осы тақырыптың бүге-шүгесін білетін мемлекеттік қызметкерлер. Енді оң жағынан бастап таныстырайын. Айдос Байдильдинов, Жетісу облысы бойынша мемлекеттік қызмет агенттігінің басқарма басшысы. Айдеке, басқарма нақты атауын айтып жібересіз, басқарманы? Армысыздар. Жалпы біздің басқарманың атауы мемлекеттік қызметтер басқармасы болып аталады. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаментінің мемлекеттік қызметтер басқармасы болып аталады. Енді түсінікті болу үшін кез келген әрбір өңірде осындай департаменттер бар. Әрине, барлығында осындай бөлімдер бар. Әрине, агенттіктің әр аумақтық департаменттері бар. Әр өңірлерде өзіміздің басқармаларымыз бар, департамент. Барлығының функциясы бір. Барлығының функциясы бір. Так, сол жағында Айдос Мүлікбай, азаматтарға арналған үкімет мемлекет корпорациясы Жетісу филиалының мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бақылау басқарма басшысы. Әдеке, дұрыс айттым ба? Дұрыс айттыңыз. Азаматтарға арналған үкімет баршаңызға мәлім. Қазақстан Республикасы үкіметінің шешімімен құрылған болатын. Аталған мекемеге біздің өздеріңіз күнделікті барып жүрген, мемлекеттік қызмет алып жүрген халыққа қызмет көрсету орталығы, зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық, одан кейін жер кадастр бөлімі және де жылжымайтын тіркеу. Әдеке, мен Әдеке сөйтіп айта берейін, қазақи нақышта халыққа былай түсінікті болды шығар, сон дейі. Халыққа қызмет көрсету. Азаматтарға арналған үкімет дегенде көбінесе біз орысша аббревиатурамен айтамыз ғой. НАО дей ма? НАО. Коммерциялық емес. Госкорпорация дейді, по-моему. Мемлекет корпорация. Енді білмеймін, қалымызға сол сіңіп кеткен, аббревиатураны қысқартқан кезде көбінше орысша аббревиатураны тез айтамыз. Мысалы, сонда ХКК деп айтып берейінші. Енді бұл жерде негізі ЦОН 2007 жылы құрылып бастаған, 2006-2007 жылы. Бір терезе қағидасы бойынша елбасымыздың жарлығына сәйкес. Одан кейін халыққа қызмет көрсету орталығына қосымша бір терезе қағидаты бойынша бірыңғай провайдер дейді ғой. Сол бойынша зейнетақы төлеу жөнінде мемлекеттік орталық, жер ғылыми өндірістік орталығы, жер кадастр бойынша. Жаңағы БТИ дейді, халықтың арасында жылжымайтын мүлік орталығы. Солардың жаңа 4 мекеме бірлестіріліп, барлық халыққа ыңғайлы болу үшін, бір жерден қызметті алу үшін осы азаматтарға арналған үкімет мемлекет корпорациясы құрылған болатын. Сіз сол корпорацияның Жетісу филиалының мемлекеттік қызметтердің сапасын бақылау басқармасы. Сапасын бақылау деген сіз, яғни мониторинг жасайсыз. Мониторинг жасаймыз. Жаңағы қызмет алушы халыққа қызмет көрсету орталығында жүгінгеннен бастап, дайын құжатын алғанға дейін қандай түйткіл мәселелер бар, сапа қалай қызмет көрсетіп жатыр, іскерлік этика. Арыз болса сізге түседі өзі? Арыз болса бізге түседі. Так, одан кейін Батыржан Жексенбі, Талдықорған қаласы әкімдігінің бас инспектор. Енді Бәкежан қысқартып айтыңыз, өзіңіз толықтырып айтып өтсеңіз, лауазымыңызды. Талдықорған қаласы әкімі аппаратының ұйымдастыру инспекторлық жұмыс және мемлекеттік қызмет мониторингі бөлімі сөйтіп аталады. Сол бөлімнің бас инспекторымын.
акиматтың ішіндегі бөлімнің мемлекеттік қызметтерге сапасын бақылаудың инспекторсыз. Былай қарасақ, Әдекен екеуміздің функциямыз ұқсайды. Ұқсайды, бірақ мысалы мен Талдықорған қаласы болғаннан кейін тек отделдардың және 2 сельский округтың, яғни 2 ауылдық округтардың мемлекеттік көрсетілген қызметтеріне ғана мониторинг жасаймын. Талдықорған қаласы әкімдігіне қарасты бүкіл мемлекеттік мекемелерді ғой. Иә. Дәл солай. Иә, сол болып тұр ғой. В принципе, былай қарасақ, оң жағымыздағы Айдоспен, сол жағым Айдоспен екеумізді функция, в принципе, бәріміздікі мониторинг. Әттеген-ай, бұл жерде қызмет көрсетуші болмай қалды. Былай қараса, енді шамамыз келгенше осы мәселені, түйткілді нелерді бізді енді білеміз, енді соны осы эфирді арнасақ. Енді қысқа ретінде қазіргі таңда Әдекен біледі, бізде Жетісу облысында мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасына мониторинг әлеуметтік жобасы іске асырылып жатыр. Біз енді басқару қоғамдық қоры осы 8 аудан 2 қалада 2 мәрте болып, біз халықпен кездесу жасадық, сауалнама жүргіздік, жаңағы құпия сатып алушы деген функциясын орындадық. Соны аясында біз енді көрген түйгенімізді осы эфирде де арнасақ деген ойымыз бар. Енді эфирдің арасында айтып отырамыз, енді сіздерге бірінші тақырып, жалпы осы жобада біз көз жеткізгеніміз, мүмкін бұған сіздер де қарсы болатын шығарсыздар, бірақ мен түйгенім әлі де жұмыс жүріп жатыр. Бірақ халық тарапынан көп мәселе әлі жеткіліксіз сияқты, білмейді, ақпараттарды білмейді. Енді эфирдің мақсаты осыны жеткізіп көрсек, жалпы не болып жатыр қазір, не өзгеріс болып жатыр, қандай жан ашылды, қандай жаңа Әдекенді айтып кетті, біраз нелерді қосқан екен бір корпорацияға. Сондай заңнама тұрғысында, басқа да өзгерістер бойынша қандай жаңа құралдары пайда болып жатыр. Өздеріңіз білесіздер, қазір телефон арқылы да қызметтер алуға болады, бірақ әттеген-ай азаматтардың көбісі әлі білмейді екен. TikTok'ты енді Instagram'ды өлтіреді былай айтқан кезде азаматтар, бірақ емабайға кіріп қызмет алмаған азаматтар өте көп екен былай айтқан кезде. Міне осындай, енді кімнен бастайық? Мәке, енді жаңағыдай айта кеткен жөн, сіз өзіңіз айтып отырсыз, жаңашылдық қандай өзгерістер еніп отыр. Енді біз ақпараттандыру жұмыстары департаментпен тұрақты түрде жүргізіліп жатыр. Халық қай жерде көп жиналады, халыққа қызмет көрсету орталықтарында мысалға келтіретін болсақ, біз осы жақында біздің жалпы агенттіктің және аумақтық департаменттердің басты бағыттарының бірі бұл мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру, қолжетімді жасау. Сол жаңағыдай қазіргі уақытта біздің Жетісу облысы департаментімен біздің өңірде кеңес 1414 бот деген телеграм каналы ашылған. Сол бойынша жаңағыда ақпараттар жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол Қазақстан бойынша ғой? Қазақстан бойынша енді жалпы біздің өзіміздің өңіріміз айтып отырмын да, біз баннерлер ілінген, халыққа қызмет көрсету орталықтарында баннерлер, брошюралары әлі күнге дейін таратылып жатыр. Жалпы ол жаңағыдай телеграм канал біздің азаматтардың мемлекеттік қызмет алушыларға жақсы бір мүмкіндік, бір проблемалары, мүмкін бір мемлекеттік қызметті қалай алу керек екендігі туралы өтініштерді жазған кезде бір күн ішінде жауабын алып отыр. Жаңа кеңес бот арқылы ма, әлде қалай? Кеңес бот, иә. Кеңес 1414 бот телеграм каналы. Сонымен қатар бізде мына департаментпен және Жетісу облысы әкімдігімен бірлесіп, мына өңірлік Жетісу телеканалы бар ғой бізде. Сол жерде елге қызмет тікелей эфирі айына бір рет жүргізіліп отырады. Жетісу каналында тікелей эфирде мемлекеттік органның басшысы немесе орынбасары осы мемлекеттік қызметті көрсету бойынша қандай сапасын арттыру бойынша қандай жұмыстар, іс-шаралар атқарылып жатқандығын, қанша мемлекеттік қызмет көрсетілгендігін, жалпы жұмысы туралы баяндама айтады. Бұл жердің жаңағыдай елге қызмет телеканал бағдарламасының артықшылығы бұл жерде азаматтар және мемлекеттік қызметшілер тікелей эфир жүргізіп жатқан кезде жаңа тікелей эфирге қоңырау шалуға мүмкіндігі бар. Жаңағыдай сұрақтарын қоя алады, сол жерде сұрағына жауап ала алады. Осындай жаңашылдықтар бар. Сосын мен кеңес ботқа міне тіркелдім. Кеңес ботқа сіз тіркелдіңіз. Иә.
кеңес ботқа тіркелесіз, жаңа иіңіз бәріңіз теріп, иә, солай тіркелесіз де жаңағыдай қай облыстан қандай мәселе бойынша сұрақтарыңыз қоя беруіңізге болады. Тіпті арыздануға да бола ма? Арыздануға да болады. Бұл жер жалпы бұл не үшін жасалған, телеграм бот не үшін жасалған? Бұл жаңағыдай мемлекеттік қызмет алушылардың құқықтарын бұздырмауға, жаңағыдай заңды мүдделерін, заңды мүдделерін жаңа болдырмау, уақытылы жаңағыдай болдырмау мақсатында жасалынған кеңес беріледі, жаңа жауаптар беріліп отырады. Енді осы телеграм бот деп айттыңыз ғой, в принципе, бұл қазіргі таңда барлық адамда смартфон бар ғой, иә, қателеспесем, қазір кнопочный ешкім ұстамайды, интернет бар, бірақ сол телеграм бот арқылы кіріп қызмет алуға болатын шалғайдағы ауыл халқына қалай жеткізуге болады екен? Бұл жерде қараңыздар, біз біріншіден жаңа сізге айттым, билбордтар жасадық, содан кейін одан бөлек біз видеороликтер әзірлегенбіз. Әлеуметтік желі. Иә, әлеуметтік желі видеороликтер әзірлегенбіз. Бүкіл республика бойынша ол видеороликтер жан-жақта тарады. Мына өзіміздің қазір енді қаламызда да нелер бар ғой, әлеуметтік желілер. Инста парақшалар. Иә, жергілікті атқарушы органдардың өздерінің сайттары бар. Сол сайттарға Instagram, жаңағыдай Facebook, TikTok қазіргі уақытта пайдаланып кетті ғой. Сол жерлерге жаңағыдай жарияланып, бәрі ақпараттандыру жұмыстары жүргізіліп отыр. Жалпы. Бірақ әттеген-ай сол парақшаларға көбісі кіре бермейді негізі. Негізі енді біз қаралыммен қараймыз да, кейде қаралым өте аз да. Анау Қайрат Нұртас қазір бір жерге барып шай ішсе, мысалы қаралым кетеді да, 200 мың. Мынандай дүниелер, енді ол сіздердің кінәлеріңіз негізі. Бұл енді біздің тарапымыздан жұмыстар жүргізіліп жатыр, енді әлде қайда оны күшейтіп жұмыстар жүргізу жоспарлануда бізде. Жалпы енді бұл жақсы жағдайлар жасалып жатыр ғой негізі. Кіріп жаңағыдай мемлекеттік орынға барып қажет жоқ, соның табалдарына барып қажет жоқ жүріп, кезекте тұрып, телеграм бот, смартфонмен кіре саласыз да, өзіңізге керекті сұрақтарды қоясыздар, жауаптарын алып отырасыздар. Тіпті даже порядок дейді ғой, тәртібін мемлекеттік, любой мемлекеттік қызметтің тәртібін сұраса да, тәртібін жазып береміз, қандай құжаттар керек, не істеу керек, қай жерге жазу керек, қалай жасау керектігін бәрі түсіндіріледі сол телеграм ботта. Бәке, сіздер не айтасыздар? Өздеріңіз қосылып отыра беріңіздер. Енді қараңыздар, жалпы осы мемлекеттік қызмет деген баршаңызға мәлім, ол халық пен биліктің арасындағы байланыс қой, былай қарасаңыз. Енді жалпы осы мемлекеттік қызмет көрсету тізілімінде 1327 мемлекеттік қызмет түрі болса, нақты уақытта соның 1249-ы біздің азаматтарға арналған үкімет мемлекет корпорацияның филиалдары арқылы алса болады. 1240 ше? 1327. Жоқ, 1327 ол жалпы реестрда. Соның 1249-ын азаматтарға арналған үкімет арқылы алса болады. 90%. Иә. Енді біздің мемлекет корпорация бір терезе қағидаты бойынша жұмыс жасайды. Бір терезе қағидаты бойынша жұмыс жасайтын бірыңғай провайдер дейді. Яғни мемлекеттік қызметтің 90%-ның астамы біздің фронт-офис, яғни халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы алса болады. Енді бұл жерде ерекше бір атап өткім келетін, соның ішінде 1198 қызметті 90%-ын электронды үкімет порталы арқылы алса болады, егов арқылы. Яғни баршаңыздың есімде осыдан біраз жылдар бұрын әрбір ішкі істер бөлімінен жер төлесіне кіріп, мекен-жай анықтамасын кезекке тұрып алсақ, жеке куәлікті өзім есімде, қаңғы 4-тен барып кезекке тұрып, жеке куәлікке суретке түсіп, бұл кезде бумажный формуляр дейді, қағаз жеткізгіш нысанда толтырылып, копиялар бар. Оның жаңағы әкімшілік жаңағы рәсімі ұзақ болатын. Ал енді қазіргі таңда еліміз дамып жатыр, баршаңызға мәлім, электронды үкімет порталы бойынша еліміз 27-ші орынға тұрақтады. 29-шы қателеспесем, иә. Енді бұл жерде қазіргі таңда мысалы өмір болғаннан кейін бізде мына мемлекеттік қызмет деген сияқты өмірде адам дүниеге келеді, дүниеге келген кезде туу туралы куәлік алу керек болады. Ең бірінші қызметі. Оны әке шешесінің телефонына проактивті қызмет дейді, ұялы телефон келеді. Ең бірінші қызмет ең емес пе, ең кірме? Жоқ, қараңыз міне, мен сізге айтайын. Ең басы нәресте шыр етіп дүниенің есігін ашқан кезде, перзентханада болған кезде анасының телефон нөміріне 1414-тен хабарлама келеді. Сіздің балаңыздың бауы берік болсын, яғни құттықтаймыз. Балаңызға туу туралы куәлік рәсімдеу үшін бірді басыңыз деп. Бұны проактивті дейді. Проактивті қызмет дейді. Яғни азаматтардың өтінішінсіз
автоматты түрде көрсететін қызметтерді проактив форматта көрсететін қызметтер дейді. Оңға жеке тоқталамыз. Адам дүниеге келген кезде хабарлама келеді 14-14-тен. Осы жуыр арада бір жолдасымның жаңағы әйел болсанда 14-14-тен келді мысалы, жаңағы аты жөнін барлығын талапқа сәйкес жазып жібереді, жаңа шрифтін несін қарап. Сонда бір мезетте перзенттің адан шықпай тұр, баласына туу туралы куәлік өтінім берді, автомат түрде жеке сәйкестің нөмірі берілді. Одан кейін жөргекақы деген бар бізде. Жөргекақыға пособие по рождению дейді, баланың туу бойынша берілетін жәрдемақы дейді. Қазақша қалай? Жөргекақы дейді. Пособияның пособие. Аудармасы ма? Жоқ, енді жөргекақы деген бала туғанда берілетін ақын айтады да. Баланы бір реттік берілетін жөргекақы, одан 1,5 жасқа дейін төленеді. Ол да проактивті. Сол бір SMS хабарламамен 3 қызмет алса болады. Біріншісі баланы туу туралы куәлігін рәсімдеуге, екіншісі баланың жаңағы жәрдемақысына, үшінші баланы жаңағыдай балабақша кезегіне қойса болады. Енді бұл әрекеттер жүзеге асыру үшін барлығымыздың қолымызда смартфон бар қазір. WhatsApp, YouTube арнасында, басқа да өзіңіз айтпақ TikTok'ты белсенді қолданамыз. Бірақ бұл бойынша да біздің азаматтарымыз қалыс қалып жатқан жоқ, белсенді қолдануда. Атап өтсек, бізде осы 2024 жылдың 7 айында жалпы біршама қызметтер көрсетілді. Статистика көрмей тұрасыз. Біршама қызметтер көрсетілді. Одан кейін бала өсіп, жаңа балабақша кезегін қояды. Одан кейін бірінші сыныпқа баратын кезде біз қайда жүгінеміз? Электрондық үкімет порталы арқылы бірінші сыныпқа қабылдауға жібереміз. Ол кезеңін өттік дейді. Бала өсті, жаңағы болашақ бағдарламасы бойынша оқуға тапсырам дейді. Ол да мысалы электрондық үкімет порталы арқылы. Кейін өзінің өмірдегі жарын кездестіріп, қалыңдығын кездестірсе, электрондық үкімет арқылы сауал жолдайды. Мысалы жаңағы болашақ жары Астана қаласында болса да сауал жолдайды, жаңағы друзьяға жіберген сияқты мысалы сауал жолдайды. Егер де оның ұсынысын қабылдаса, бір айдан кейін екеуі қол ұстасып, дайын неке қию куәлігін біздің азаматтық қалақпен тіркеуден алып береді. Жаңағы жолдасы әйеліне жолдайды, иә? Иә, болашақ жарына жолдайды, маған тұрмысқа шығасыз ба деп. Лайк бас деген ұсыныс жолдайды. Запрос жолдайды, запросын жаңа өтінішін өзінің электронды сандық қолтаңбамен растап қол қойса, онда бұрынғыдай бір ай бойын бұрын бір қалаға барып қол ұстасып жақсы барудың қажеті жоқ. Бір айдан кейін тек қана той болатын кезде мезетте дайын неке қию куәліктен алады. Бірақ онлайн бар, офлайн бар болады, офлайнда бар, онлайнда бар, азаматтың таңдауы бойынша. Жаңағы құжатты алу, құжатты енді электронды ала бере ма? Электронды түрде алмайды. Енді біздің неке және отбасы кодекске сәйкес бумажный қағаз отбасын құру үшін бір ай бұрын өтініш беру керек. Тек қана қыз бала жүкті болған жағдайда бір жеңілдіктер бар, басқа жағдайда бір ай бұрын өтініш беру керек. Сол кезде бір ай бұрын, мысалы қазір бәріміз жұмыстамыз, қолымыз тимейді, өзінің жаңа болашақ жары қызы дейік, мысалы Қостанай қаласында болса, мен Талдықорғаннан мына жақтан запрос жіберем, өтініш жіберем, ары жақтан Қостанайдағы мен болашақ жарым, мысалы айтайын, егов порталы. Иә, егов порталының жеке кабинетіне кіреді, өзінің электронды сандық қолтаңбасымен растап қолын қояды. Одан бір ай көлемінден кейін еңбек демалысына шығып жатса, барып неке куәліктерін өздерінің өтініш жолдаған азаматтық халықты тіркеу бөліміне барып алып кетеді. Әдеке бірақ жаңа айтып кеткен не бар ғой, жаңа не пособие алу, басқа садикке тіркелу бәрі бұл альтернативті жүреді ғой, иә? Бұл әлде тек қана онлайн ба бұл? Енді мысалы некеге тұруды алсақ, қазіргі таңда қателеспесем, екінші рет некеге тұратындардікі офлайн режимде. Енді оны қазір біздің жаңағы цифрландыру бойынша жүзеге асып жатыр деп ойлаймын. Ал енді некеге тұру қазір онлайн тәртіпте. Мен білуімше, мысалы садикке тұру, балабақшаға онлайн ғана. Онлайн ғана, дұрыс айтасыз. Қағазбен жоқ. Иә, онлайн. Одан кейін некеге тұрды, кейін жаңағы ер азамат қалыптасып өз бизнесін ашам десе, жаңа жеке кәсіпкерді ашу, жауапкершілігі шектеулі серіктестікті ашу, банктың қосымшасымен де ашу. Банктың қосымшасымен де 5 минуттың ішінде ашса болады. 5 минут ішінде сіз шот нөміріңізде тоғыңыздың атауын таңдап ашсаңыз болады. Мен бір рет оны зафиксировали, 2,5 минутта аштық. Иә, 2,5 минутта ашуға болады, өзіңіз көрдіңіз. Енді бұл жерде мәке айта кететінім, біз қазақ елі
Аллаға шүкір қарыштап дамып жатыр. Ол үшін ары қарай да мына заманнан 21 ғасырда қалыс қалмай өмір сүру үшін қазақ жастары цифрлы сауатты болу керек. Міндетті. Мысалы мен достарыммен арасында аңшылыққа шыққан жақсы көремін. Өзінің бір мезгілі бар. Сол кезде мына қасқыр атудың өзіне де көбісі білмейді. E-лицензия деген сайтымыз бар. E-license деген ақпараттық жүйесі бар. Сол арқылы сауал жолдасақ, өзінің жаңағы маусымы ашылған кезде, сол кезде рұқсатымды, мысалы қасқыр ату үшін рұқсатты барып керек жоқ қана. Барып мекемеге барып табалдырығын тоздырып, ол жер ондай тәуекел бар. Иә. Одан ең кереметін айтайын, енді былай қарасаңыз, жұмысшыл дейді ғой, мысалы жұмыстан қолдары босамайтындар үйлерінде кофе чайларын ішіп, қазір біздің халыққа қызмет көрсету орталығының бейне нұсқасы ашылған. Яғни қазір App Store немесе бейне нұсқасы. Бейне нұсқа деген видеотсон деп аталады. Видеотсон приложениенің аты, осы мүмкіндікті айтып көрермендерге атап өткім келеді. Play Marketке немесе App Storeға сон деп жазсаңыздар, приложение шығады, арнайы қосымша. Сол қосымшаны жүктеп алсаңыздар, біздің мемлекет корпорация, яғни сон арқылы көрсететін қызметтерді видеозвонокпен алсаңыз болады. Мысалы үйде жолдасыңызбен шайын ішіп, таңғы ас ішіп отырып, бүгін мынандай шаруам бар еді, мысалы соттылығы бар жолы анықтама, немесе спортшылардың көбі мысалы жарыстан белгілі бір нәтижеге қол жеткізген кезде бізде еңбек сіңірген спортшы, басқа да жаңағыдай спорт шебері деген атақтары беріледі. Сол қызметтерді бейне бақылау арқылы, жаңағы приложение арқылы видеозвонокпен звондап, ар жағына біздің оператор телефон көтереді, қарап отырып өзінің мәселесін айтады. Ар жағынан жаңа құжаттарын бекітіп, онлайн режимде мемлекет қызмет көрсетеді. Мысалы, Талдықорған қаласында бізде 7 оператор жауапты бекітілген. Қазақстан бойынша қызмет көрсетіп жатырмыз. Бүкіл облыста бар ғой? Бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша бар. Оны да мысалы халықтың арасында біздің азаматтарға арналған үкімет мемлекет корпорацияның пиар менеджерлары халыққа таныстырып жатыр. Әлеуметтік желі. Не, вообще госкорпорацияның инста парақшасы бар ғой негізі? Бар. Былай нені білмейсіз, ол бөлінбейді ғой 7 сутка деп, ол жалпы республика. Жоқ, Қазақстан Республикасы бойынша бір ғана. Өйткені унитар мемлекетпіз ғой. Енді мен түсініп отырмын, әдекені айтатын мәселе көп жаңашылдықтар. Каждый бойынша, даже проактивтің өзіне 1 сағат арнауға болады. Дұрыс айтасыз. Енді бәке, сізге не дейік, сіз енді Талдықорғандасыз, өткенде ғана бір жайт болды, мынау тұрғын үйге қатысты, иә? Өткен апта ғана болды, қателеспесем. Анау қайтадан анықтама келін дегенге адамдар кезекке көп тұрып кетті ғой, былай қарасаң. Енді 14-14-тен жаңа сообщение келеді. Иә, сообщение келді, сосын бәрі келесі күні көп адамдар кезекте тұрды ғой. Енді сіз қателеспесем сол Талдықорғанға жауаптысыз ғой, қызмет сапасына. Сіздерде қандай бір өзгерістер не бар ма осы? Өзгерістер болғанда негізі біздің халық көбінесе негізі тонға барады, басымның. Тонға барады, бәрі тон деп. Негізі бізде Талдықорған қаласы бойынша 54 өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы бар. Сервистік деген ба? Сервисный акимат. Иә, сервисный акимат деп аталады. Қалай ресми аталады аты? Өзіне өзі қызмет көрсету бұрышы деп аталады. Сервистік орталық емес па? Жоқ. Бұл жерде не ғой, мәке, өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары әр мемлекеттік органдарда. Қазір айтып көрсеңіз, балабақшаға немесе балабақшаға, мектептерге барып кірсеңіздер, өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары деп бұрышта тұрады. Мысалы мектепте де тұра ма? Иә, жаңағы интернетмен, компьютермен тұрады. Сол жерге адам, мысалға жаңағыдай біз айтып отқанына, енді проблема қалай, проблема да емес қой, енді жалпы ол облыс, ақпараттандыруда жұмыстар жүргізіп жатыр. Мысалға келтіретін болсақ, Батыржан Дүйсенұлы жаңағыдай өзіміз ішкі бақылау бөлімдері деп атаймыз қысқаша. Сол кісілермен жаңағыдай облыста 8 аудан 2 қала сол бөлімдермен біз мынандай 240 түсіндіру шаралар жұмыстарын жүргізгенбіз. Облыс бойынша бізде 1031 өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары бар. Алайда енді Айдекеңнің өзі қазір свидетель ретінде олардың бәрі тұр, бірақ халықтың бәрі соңға келеді. Халыққа қызмет көрсету орталықтарында. Ол сіздерде өздеріңізде де бар ғой, бір рядты өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштары. Сол жаңағыдай ол не үшін жасалынған? Мысалға айтамын, мен 8-ші микрорайонда тұрамын.
сегізінші микрорайонда менде тура үйдің қасында бір мектеп тұр. Мен ЭЦП кілтім болса, сол мектепке барып мен жеңіл қызметтерді, например, маған анықтама керек бір. Или өтініш беру керек мемлекеттік қызмет. Сол жерге барып, сол жерден ақ бере салуға болады. Ана 8-ші микрорайонның орталыққа келмей-ақ. Сондай мақсатпен жасалған. Бірақ ол жерде мамандар отырмайды ғой. Жоқ, неге ол жерде әр мамандар бар, өз жұмыс істейтін адамдар, сол кісілер көмектесіп береді. Бекітілген мамандар. Мен енді өз жағымнан айтып жіберейін, жаңағы елу қызмет көрсету ұрыш бар. Оның жаңағы мектептерде, балабақшаларда, мемлекеттік мекемелерде әрбір жерде негізі көмектесетін адам болады ылғи. Мысалы мемлекеттік мекемелер деген жаңа біздің бөлімдер ғой. Сол бөлімдерінің өзінің белгілі бір мамандар болады. Үлкен кісілер барады, жаңағы түсінбей отырса, келіп көмектесіп, аға қалай жағынан көмектесейін, қалай не деп бәрін сұрап көмектеседі. Бірақ оны көбісі білмейді біздің мысалы Талдықорған. 52 деген ол көбісі мектеп шығар. Мысалы бізде 29 мектептен асады ау. Соның 20 жаңадан салынған мектептерге енді орнатылады. Жылдың аяғына дейін мысалы бүкіл мектептерде болу керек. Бәке ол жерде білікті мамандар болмай шығар енді. Қызмет көрсетуші. Бұл жерде жоқ. Бола ма? Ол барлық қызметті көрсете алмайды ғой дегенмен. Жоқ, ол шарттары шығар. Бүкіл мемлекеттік қызметтер көрсетілмейді ол жақта. Ол жақта ана ыңғайлы өзіне анықтамалар, жаңағы айдосымықтар. ЭЦП кілтін алып, сөйтіп жүгін алады негізі. Бірақ оны мысалы көбісі білмейді бізде. Бізде соңға қашан кірсеңіз, кезек деген әлем тұрады негізі ше. Бізде мысалы көбінесе мемлекеттік қызметтер көрсетілетін электрондық нұсқада және халыққа қызмет көрсету орталығына барады. Бірақ көбінесе көрсетілетін мысалы 100-ден 65-70% халыққа қызмет көрсету орталығынан өтеді. Санасына кірді, үйренді ғой. Сон дейді, қызмет алу тек қана сол жерде. Мысалы сервис орталығының көбісі мен былай біле бермейміз негізі. Енді бұл жерде мен қосып айтсам әріптесіммен, келіспейтін тұсым бар. Себебі мына ас үйдің ішкі жағынан ішкі көрінісі дейді ғой. Мысалы бізде маусымдық қызметтер бар. Қателеспесем Алакөл ауданында, одан кейін мына Кербұлақ ауданында бізде әскери қызметшілер көп. Мына видеоны көріп отырса әскери қызметшілер растайтын шығар. Бұрын мысалы Кербұлақ ауданында әскери қызметшілер өздерінің жаңағы квартираны дейді, пәтердің құнына байланысты жәрдемақы алатын кезде әртүрлі анықтамалар жинайды. Сол анықтамаларды алу үшін әскерилердің көптеген жаңағы көктем айында жаңағы толассыз кезегі қалыптасатын. Сонда халыққа қызмет көрсету орталығында. Одан кейіннен біз сол әскери бөлімдердің басшыларымен келісіп, әскери қызметшілерді жинап, қалай онлайн режимде электронды сандық қолтаңбаны алуға болады, қалай жылжымайтын мүлігі бар жоғы туралы анықтаманы алуға болады. Сондай бір мастер-класс өткіздік, шебер сабағын өткіздік. Соның нәтижесінде қазір бізде біршама қызмет алушылардың келушілердің саны азайды. Одан қосымша айтсам болады, өзім былтырғы жылы ғана біздің Талдықорғанда Қазақ Санрау қоғаммен бірлесіп, мүмкіндік шектеулі жандарға мына e-golf mobile деген біздің керемет қосымшамыз бар. Сол қосымша арқылы қалай мына жердің кезегіне тұруға болады. Сол кезде мезет есімде бар, жердің кезегін e-golf арқылы алуға болатын мүмкіндік ашқан болатын. Соның барлығын үйреттік. Халыққа болғанда естуі, жаңағы сөйлеуі нашар азаматтарға, мүмкіндік шектеулі жандарға. Нәтижесінде өткен жыл аудармашы айттым Мәке деген. Бір-біріне үйретіп жатыр дейді. Сөйлеу, есту білмесе де практикалық тұрғыда, мына справканы, мына цифрлық құжатты мына жерден көрсе болады. Өмірде мүмкіндік шектеулі жандарға қажетті анықтамаларды үйреніп жатыр. Енді бізге енді келушілердің санына байланысты айтатын болсақ, көбісі жаңағыдай орта жастан асқан кісілер. 40-тан жоқ. Орта жастан асқан кісілердің көбісі мысалы енді басым көпшілігі деп айтпаймын, енді бір бөлігі мемлекеттік қызмет көрсететін жаңа қағаз жеткізгіш нысанда көрсететін қызметтер бар, электронды форматқа ауыспаған. Мысалы жылжымайтын мүлік тіркеу бойынша жаңағы аз болғанда, мысалы Талдықорғанда мысалы жылжымайтын мүлік салып жатқан азаматтар бар, яғни қабылдау уақытысын тіркеу басқа да. Ал былай қарасаңыз қазір жылжымайтын мүлікті сатып алсақ та нотариустен келісім шарт жасап
біздің сол келісімшартты біздің мемлекет корпорациясы жібереді, біз электрон тіркеп жібере саламыз. Блокчейн деген керемет жобамыз бар. Мысалы сіз екінші деңгейлі банк арқылы несие алсаңыз, сіз кепіл шартын бұрынғыдай халыққа қызмет көрсету орталығына барып тіркеудің қажеті жоқ. Банктың менеджері өзі келісімшартты сканерлеп біздің мемлекет корпорациясы жібереді, біз оны электронды түрде тіркеп береміз. Яғни бұл бағытта біршама жұмыстар атқарылып жатыр. Енді осы сәтті пайдаланып, мәке бір ауыз сөз айта кетсем, бізде қазір Яндекс жеткізу деген қызмет қосылды. Мәселен, сіз белгілі бір қызметке біздің халыққа қызмет көрсету орталығын тапсырып, оны Яндекс енді басқа компания ғой. Иә, басқа компания, бірақ біздің серіктестік ретінде бірлескен жобаларымыз бар. Біздің басшыларымыз біздің мемлекет корпорациясынан жүзеге асып жатқан орталық аппараттың. Мысалы, сіз белгілі бір мемлекеттік қызметке тапсырып, нәтижесін алғанға қолыңыз тимесе, біздің Талдықорған қаласы бойынша, мысалы, Яндекс арқылы өзіңіз сол құжатты алдыртсаңыз болады. Яғни Яндекстің жүргізушісі сіздің құжатыңыз электрон түрде бізге келіп, байланысы бар. Курьер қызметі. Біздің құжатты, сіздің құжатыңызды үйіне дейін жеткізіп береді. Одан кейін тағы бір айта кететін нәрсе, мына кезекті алдын ала брондау жүйесі. Халыққа қызмет көрсету орталығына бармас бұрын, мысалы, сіз басшыңыздан сұраңыз ба жұмыстан, 16:00-ге мысалы сұраңыз ба, алдын ала кезегіңізді брондап қоясыз. Сол брондалған уақытта барып қызметіңізді алып кетесіз. Кезекке тұрудың қажеті жоқ. Одан кейін тағы бір осы мүмкіндікті пайдаланып айта өтейін. QR арқылы кез келген халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы QR арқылы талон алса болады. Ресепшнде мысалы кезек тұрған бір шама кішкене. Сіз өзіңіздің телефоныңызбен сканерлеп, QR-лайсыз тікелей операторға өзіңіздің жаңағы қызметіңізді айта бересіз. Айта берсе өзіңіз айтпақшы цифрлық бағыт бойынша жаңашылдықтар көп. Мынау айтып отқан дүниеңізді мен бір тең жартысынан астам білемін, өйткені мен зерттеп жүрміз ғой. Әрбір қағида бойынша жеткізейік деген ғой. Бір сағаттап отыруға болады. Бәкенің уақытын ұрлап алдыңыз шамалы. Бәке, не айтасыз? Енді Талдықорғанға қатысты. Өйткені мен сізге несін бастап бердім, өйткенде андай жағдай болды. Соның барлығы мен ойымша ақпараттың жетіспеушілігінен шығар деп ойлаймын. Егер халық жаңағы анықтаманы үйден алып та болатын еді деймін да, мүмкін қателесетін шығармын. Сол анықтаманы әкімдікке әкелмей, мүмкін үйде отырып та жасау мүмкіндіктері болды ма деп ойлаймын да, мысалы. Неге олар көп жиналды? Жаңағы үй мәселесі. Үй мәселесінде. Ол енді былайша айтқан қазір мошенниктер көбейіп жатыр ғой. Содан өтірік сообщение, ол шын емес. Ол өтірік па? Өтірік сообщение ол. Бізден үйтіп бармайды. Мен Жаркентте болдым. Жаркентте көп болып кетті адам. Ол мошенниктер, ол біздің әкімшіліктен жіберілген не емес ол. Жаңағы СМС яғни келіп жатыр ғой. Ол бізден келіп жатқан жоқ. Бізге көбісі келеді да, қайда дейді. Біз айтамыз, сіз очередті кешіріңіз. Жаңағы очередіңіз келген жоқ әлі сіздің, бірақ сізге қалай келді десек, маған сообщение келді дейді. Жаңағы СМС түрде сообщение келді. Мен сізге келіп тұрмыз деп, біз айтамыз, қалай болды деп сөйтсек, бәрін анықтасақ, жаңағы бір сөзбен айтқанда мошенниктердің істеп отқан фейк ақпараттар ғой. Иә. Біз ол туралы Instagram парақшамызда, жаңағы Талдықорған қаласы жедел бердіңіздер ғой ақпарат. Иә, ол туралы айтқанда болатынбыз. Енді айта қосатыным, бізде мемлекеттік қызмет істері агенттігімен бірлесіп тікелей эфирлер өтеді. Яғни бөлім басшылары мемлекеттік қызмет көрсетілетін өздерінің графигі бар. Сөйтіп қойып, халыққа қалай жұмыс жасалып жатыр, мемлекеттің қандай қызметтің түрлері бар, және қалай көрсетілетін туралы бөлім басшылары өздері айтады. Халыққа хабардар етеміз. Кем дегенде 50-100 адам кіреді прямой эфирға, яғни тікелей эфирға. Және де модераторымыз бар. Модераторға сұрақ қоя береді. Әкімдіктен. Талдықорған қаласының әкімдігі деген парақшамыз. Сол жерде өткіземіз. 100 адам аз ғой негізі. Енді Талдықорған ондай үлкен қала емес. Мүмкін сол эфирге нелер шақыру керек па жаңа? Қайрат Нұртастарды. Мәке, ондай бізде не болды ғой, сөздеріңіз бөлжейін. Батыржан бізде де істеген департамент. Мен осы. Бізде ондай практика болды. Жаңағыдай қызмет лайф жобасы деген.
біз өзіміз департаментке қызмет Парақшада ма? Иә, қызмет өз парақшамызда тікелей эфир қосамыз. Мемлекет қызмет берушілерді жаңағыдай өзімізге шақырамыз. Жаңағыдай өзінің графиктары бар ай сайын. Сол кезде енді байқадық, действительно 100 адам, 50 адам кіреді. Ойландық, не істейміз деп, сосын басшылықтың тарапынан жергілікті осы бізде Инстаграмда блогерлар бар, қоғам белсенділер бар. Енді оларда Инстаграмда подписчиктары көп. Иә. Сол кісілерді шақырайық дедік. Сол блогерларды шақырдық, қатыстық. Енді 1-2 рет өтті. Енді сәл болса да не болды ғой, иә? Ол қатты өзгеріс. біз өзіміздің қосамыз, жаңа прямой эфирде ол кісілер өздерінің қосады. Енді болды, енді сұрақтар. Өйткені көп адамдар білмей қалды мүмкін да. Иә. Ана кісілер прямой эфирге кірсе, уже олар адамдарды көп кіреді эфирге. Ондай практика болған бізде. Контентқа байланысты ғой? Иә. Дұрыс айтасыз. Біз бірінші бөлік жалпы ақпараттандыру ғой. Мынаны түйгеніміз дұрыс шығар. Қазіргі таңда мемлекеттік билік тарапынан органдарда мониторинг бөлімдері бар. Яғни ішкі қызметтерінде бақылау функциясы берілген, былай айтқан кезде. Енді халықты өзі бақылап жатады ғой, енді былай айтқан кезде. Кеп анау ақсақалдың өзі айқайлап кеткенін өзі былай бақылау, былай жағынан. Ол жүйе бар бізде орныққан. Енді мәселе, енді біз жаңа басында тұздық ретінде айтып кеттік қой, барлық ауданда болып білдік. Дегенмен әлі проблема бар ақпараттандыруда. Неге? Өйткені мысалы ауылдар шалғай бар, иә, 70-100 километр. Сонан кәдімгі Еговпен алатын ақпаратты, енді алысқа бармақ үшін ЭЦП-ге келіп атқан адамдар қарасы өте көп. Мысалы Жансүгірде жүр, Қапалдан келдім дейді, Панфиловтың өзінде, Жаркентте, тоже анау қасындағы аудандар. Біз енді сұрадық азаматтардың қайдан келдіңіз десек, жаңағыда ауылдардан келген екен. Енді ауыл әкімдерінен сұрасақ, оларда кәдімгі сервис орталықтар бар бәрінде. ЭЦП деген жалпы қызмет түріне кірмейді ғой? Қызмет түрі емес қой? Қызмет түрі ғой. Жоқ, ЭЦП алу. Қызмет түріне. Реестрі бар. Кешірім сұрайым. Сол қызмет енді білмеймін, номер 1 сияқты қызмет түрі сияқты. Енді бір қызықты айтайын. 4 ауданда дәл жолдың келесі шетінде киоск тұр, будка тұр, әртүрлі жаңа қызмет көрсетушілер ашылмаған. Сол қызметті сонда береді. Жаңа ЭЦП анықтамалы. Бірақ 500 теңгеден сол неге төлеп жатқан азаматтарды біз зафиксировали, көріп тұрдық, азаматтар барып төлеп жатырды. Неге деп сұрасақ, жаңағы азаматтар ауылдан келген. Енді түптеп келген кезде ақпараттың мәдениеттілігі төмендігі әлі байқалады. Білмейді. Енді өздеріңіз мамансыздар ғой, білесіздер, жаңағы айтып жатқанымыз не? Бәрі электронды форматта алуға болады. ЭЦП-ні алуға болады. ЭЦП-ні тіпті телефонға көшіріп алып, сол жерден алуға болады. Бірақ азаматтар оған әріге кетпей қой, сол ЭЦП-ні алу үшін анау Қапалдан Жансүгірге барып, кезекке тұрып алып жатыр. Енді біз мынау Ақсуда тұрдық сол жерде. Енді соны өздеріңіз білесіздер. Ең ескі соны сол жерде екен. Өзі кішкентай екен, кезек. Басшысы мына жерде ЭЦП кірген кезде өзі баннер тұр екен. Сол жағында. ЭЦП-нің алудың пошаговый дейді ғой, инструкциясы. Тәртібі. Бірақ соны көріп отқан азаматтар жоқ, бәрі жерде кезекке тұрып ЭЦП-ні алып жатыр. Енді біз Жансүгірге айтпай қойықшы, мына Талдықорғанда мен өзі видео бар басылған. Бір 15-20 минут түсіріп тұрдық. Талдықорған қаласының ең басты госкорпорацияда ЭЦП алған 32 адам тұрды сол жерде ЭЦП алуға. Бір күнде, иә? Жоқ, 20 минутта. 20 минутта? 20 минутта тұрды сол жерде. Енді біз кейде айтамыз ғой, қала мен ауылдың мәдениеттілігі айырмашылығы не десек, қаланың мәдениеті олар более ақпараттанған дейді. Бірақ Талдықорған өзінде адамдар көп тұрды сол жерде. Енді орта жас емес, шын айтайын, 30 жастағы азаматтар тұрды. Енді соған келсем, мен ойлаймын, ақпарат әлі кең көлемде берілмей жатқан шығар деп ойлаймын. Өйткені мысалы ауылдарда жүрдік, ауыл ел бесігім, ауылым мақтанышым деген баннерлер тұрды. Мүмкін сол керек емес шығар да сол баннерлер. Иә, бәрінің жүрегінде ауылы бар, бәрінің мақтанышы. Бірақ сол жерге мүмкін солардың жазып қойсақ па деймін да? 14-ті білмейтін азаматтар бар екен колл-центрде. Сол бірінші соған звондап, содан біліп алуға болатын еді. Ауыл азаматтар оны білмейді. Енді ойлаңыз, Қапалдан Жансүгірге бару 2000 теңге екен таксия. Барып келу 4000 теңге. Анау же тамақ ішеді 6000 теңге. Уақыты кетеді.
соны сол Қапалдың ауылына барып әкіміне алып алуға болатын еді. Бірақ оны білмейді. Сол себепті екінші бөлік мүмкін ақпараттандыру жағына келсек, не жасалып жатыр, мүмкін не қоссақ деген ақпаратқа барынша. Қалай ойлайсыздар? Білмеймін, менің ойымша Талдықорған қаласы демей ақ қояйын, бірақ аудандарда вообще біздің қазақтар кішкене тұйықтауда, сұрауға ұялады. Мүмкін ол да бар, оны көрдік, байқадық. Былай қарасаңыз, көбісі сұрауға ұялады, одан кейін прямой жаңағы бара салайын дейді да, сөйтіп сұрайды да көбісі негізі. Надан қорқады ғой. Қорққанда емес, сұраудан ұялама. Жоқ, анау дұрыс алмай қалам ба деген сияқты. Иә, ол да бар. Көбісі мен ойымша солай сияқты. Мысалы, Алматы, Астана тұрғындары, олар сұраудан неден ұялмайды да жаңағы. Мысалы, былайша айтқан кезде Алматыда көшеде кетіп барады, мына көшеде қайда деп сұрауға ұялады. Біз жақтан біреулер барса, мысалы ауыл жақтан барса қысылады дейді. Жергілікті мәдениет мүмкін әсер етеді. Иә, менталитет сияқты кішкене. Сондай бар да. Бұл жерде енді былай айтса, ойлаймын, өз ойымды қосайын. Мына құқықтық мәдениеттілік дейді, құқықтық сауаттылық дейді. Бұл жерде мен цифрлық мәдениеттің деңгейіне байланысты деп ойлаймын. Цифрлық сауаттылықтың сөздің басында бөлек болды ғой, цифрлық мәдениет. Иә, цифрлық мәдениет, цифрлық сауаттылық, біз жаңа жоғарыда айттым ғой, қазақ жастары цифрлық сауатты болу керек деп. Енді бір үйде 5 отбасында 5 адам болса, оның 4-еуінде бәрімізде смартфон бар, гаджет бар бәрінде. Сол бір үйде 5 адам болатын болса, соның ішінде бір баласы ішіндегі WhatsApp-ты, TikTok-ты бір жақсы білетін адам болады. Сол үшін жаңағыдай менің ойымша әр азамат халыққа қызмет көрсету орталық болсын, жаңағы өз-өзіне қызмет көрсету бұрышы болсын, белгілі бір мемлекеттік қызметті алмас бұрын, бармас бұрын, яғни такси шығыны бар, жол шығыны бар, кезекте тұрып бір адаммен жанжалдасып қалу қаупі бар деген сияқты. Сол үшін аталған жаңағы келеңсіз жайттардың алдын алу үшін меніңше әр адам өзі цифрлық жаңағыдай жаңалықтарды көріп, үніліп, қандай жаңашылдықтар бар деген сияқты қарап өз-өзін дамыту керек сияқты. Енді әркімнің өзінің ортасына байланысты бармайды. Мысалы, менің ортамда енді көбінесе жаңағыдай жолдастарым болсын, жолдастарымның жұбайлары болсын, маған қоңырау шалады. Айдеке, мына анықтаманы қалай алуға болады? Өткен жол туған ағам жаңағы звондайды, жеңгенің пособиясын реттеу керек еді деп. Мен жасырым жоқ айтайын. Мен айттым, Егов мобайлды ашасыз. Мен жеңгенің қазақта 40-ынан шықпай бала барамайды ғой. Жеңгемнің телефонымен жеңгем Егов мобайл кіреді да, электрон түрде нотариусқа видеозвонок жасайды да, доверенностьін ашты да, ағама доверенность жазып бере салды. Ағам Алматы қаласында сонға барды да, жаңа пособиясын тапсыра салды. Мысалы деймін да, жаңа көп балалы отбасына тағайындалатын пособия бізде әлі цифрлық форматқа ауысқан жоқ. Мысалы сол пособия, ал қалған пособиялардың бәрін автомат түрде, проактив түрде жасады. Сол сияқты әр азамат енді халыққа қызмет көрсету орталығына бармас бұрын сондай жаңалықтарды қарау керек, көру керек. Цифрлық сауаттылық деген өте енді бір күнде келетін нәрсе емес, дұрыс айтасыз. Бір күнде келетін нәрсе емес, оған жылдар керек. Бірақ енді бұрынғы 90-шы жылдар мен 2000-шы жылдармен мүлдем салыстыруға келмейді. Мысалы, кез келген азамат қызмет алуды ма? Қызмет көрсетудің жалпы деңгейін бойынша. Мәселен, кез келген азаматтан қазір жеке куәлікті сұраңызшы. Каспий қосымшасын ашады емес, халық цифрлық қосымшасын көре салады. Бізге де әртүрлі хат келеді, өткен жыл бір кісі хат жазып жүріпті. Менің дипломым жоқ, Каспийге жарнама жасап отқан жоқпыз. Екінші деңгейлік банк деп айтайын. Ол екінші деңгейлік жалғыз ғана банк қой, иә? Жоқ, халық банкте де бар ғой. Бар қазір, иә? Халық банкте де бар. Мысалы, екінші деңгейлік банктың қосымшасын ашып та сізге электронды нұсқасын ұсынады. Мысалы, бізге Ресей азаматтары келді, осы бір жаппай бір көктемде келіп жатты ғой, бір неге байланысты, мобилизацияға байланысты. Сол кезде біз келген азаматтарға үгіт насихат жұмысын жүргіземіз, бізде осындай дүние бар, осылай алсаңыз болады деп. Келген кіреберістен бастап біз электронды форматта түсіндіреміз қалай қызмет алу болады. Қосымшаны жүктеп көмектесеміз. Келесі жолы бұл қызмет алушы бізге келмей, үйден алу үшін. Сол кезде Ресейдің азаматтарын көрсетсек, бізге аузларын ашып таңғалып жатыр. Мен мұндай, бізде бұндай жоқ, бізде мынау керемет дүние екен деп. Сол үшін шүкір, бұл жерде енді кейбір бір көршім бар, мысалы, кейбір азаматтар мысалы кезекке тұрып, халықпен әңгімелесіп, ауылда қандай жаңалық бар, өзім кішкене бір серіп қайтқысы келеді. Барлығы цифрлы жасалса енді адам. Енді мен қызық айтайын сізге,
Сарыөзекте енді жалпы оны көрініс қой, бірақ Сарыөзекте көрдік. Сақал 76 жаста, азаматтар көріп отырса білетін шығар. Ол кісі мен қасында видеоға түсірдім, өзі қызық екен. Телефон номерлерін параққа жазбаған екен, телефон жоқ екен. Енді сол кісіге қарап түйгенім, жалпы көрініс, мынау 60-тан асқан азаматтар көбісі үйде отыра бермей барғанда қалай ма деп ойлап қалдым. Анау біреумен ұрсып келсе де үйіне келіп кешкі шайда бір үлкен шаруа бітіріп келгендей айтып отырады. Мен анау балаға барып ақылын айтып келдім деген сияқты. Сондай. Батасын беріп келетін кісілер бар. Тыныштығын алған сияқты болады. Сол жаңағы сөздің аузында көршім Қазпочтаға әлі күнге дейін кезекке тұрып, жаңа ақшасын алады әр сайын книжкасы бар. Сонымен айтамын, аға қазір 21 ғасыр мына Халық банк немесе басқа банктан ауыстырып алмайсыз ба десем, балам мен барам дейді, кезекке тұрамын, таныстарын көремін, ауылда қандай жаңалық бар, хал білсем дейді қазақта. Сол сияқты жаңағыдай жеке қалауы адам. Жеке қалауы. Қағаз жеткізгіш нысанды алса да, электронды алса әркім құқығы. Біз келген азаматтарға, қызмет алушыларға бас тарта алмаймыз. Сіз цифрлы түрде ал немесе сізге бумажны бермейміз деп ше. Әрине, ол бір елді мекенде болса. Бірақ қапалдан Жансүгірге бару деген ол. Енді бұл жерде келсе мен бұл жерде енді мына халықтың алдына шығып жатырмыз ғой. Сын үзілмей, мін үзілмейді дейді қазақта. Егер ондай жағдайлар болып жатса, бұл жерде сынның өзі объективны болу керек. Сын өзі объективны, сын үзіліп жаңа сын айтып отырсыз. Сынға сәйкес шешім қорытынды шығару керек. Бәрін мойындамай бұндай проблема жоқ деп айтуға болмайды. Өйткені бұл бізде көзбояушылыққа алып келеді. Дұрыс қой. Сол үшін жаңағы проблеманы айтып отыр. Ол үшін жергілікті атқарушы органмен бірлесіп халықты құлағдар ету керек. Халықтың арасында жиі үгіт насихат жұмыстарын жүргізу керек. Мен өзім Көксу ауданында 6 жылға жуық соның жаңағы халыққа қызмет көрсететін директор қызметін атқардым. Сол кезде кешкісін бір жастар жиналатын бізде бір өзіміздің орталық алаңымыз бар. Соған шығып 2-3 операторын ертіп алып Егов Мобайлдың жаңағы футболкасын киіп, кепкасын киіп біз ақпарат таратып, мына жақта бізде ауылымызда, Балпық би ауылында фильм көрсетіп жатса, мына жақтан біз телефонмен электронды қызметті қалай алатынын түсіндіретінбіз. Аталған тектес іс-шаралар жүргізіліп жатыр, бірақ дегенмен де әлде үгіт насихат жұмыстарын күшейту керек. Дегеннен сөз бола береді. Күшейту керек. Күшейту керек деп білмесіз. Күшейту керек. Енді бізді қызметте ішкі несін болдық қой, енді қызметте атқардық, ауылда да, ауданда да, жаңағы министрлікте істедік. Енді тағы бір мәселе, мынау қызмет көрсету былай ойдан берілмейді, бәрі бір біз құқықты мемлекетте өмір сүргендіктен бір құқықтық актіге сүйенеді. Қызмет көрсетудің құқықтық актісі қазір қателеспесем қағида деп аталады. 1327-нің әрқайсысында қағида бар, Қағидасы бар, дұрыс айтасыз. Құжат қой. Құжат. Бірақ сол қағиданы сіздер емес қой қабылдайтын. Енді бұл жерде біз жоғары жақ қой. Бір терезе қағидаты болғаннан кейін біз өтінішті қабылдап мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін береміз. Оны мысалы әділет министрлігінің құзыретіне қарасты қызмет болса, оны әділет министрлігі қағиданы бекітеді. Ауыл шаруашылығының бөлек қағидасы бар. Бірақ енді біз кейбір қызметтер бойынша, мысалы жер учаскесіне актілер рәсімдеу деген сияқты қызметтер бойынша, жердің кадастрлық құнын анықтау деген сияқты қызметтер бойынша біз қызмет беруші болып табыламыз. Азаматтардың үкімет, яғни өзі де қызмет көрсетеді. Қызмет көрсетуші сіздерсіздер. Бірақ қағидаға сүйенесіздер. Дұрыс айтасыз. Қағиданы әзірлеуші кім қазіргі таңда? Министрліктер. Орталық аппарат, қарапайым тілмен министрліктер. Енді сол министрліктің әзірлеуші олар тұлғалар Астанада отырады. Дұрыс айтасыз. Ол қапалда отырмайды. Дұрыс айтасыз. Бірақ ол ішкі кедегі шынайы жағдайды біле бермеуі мүмкін. Қанат немесе Әйгерім отырады ол жерде, эксперттер дейді. Сол мәселелер қаншалықты байланыс жақсы орынға қойылған. Мысалы мен өзім министрлікте істедім, сол жақта мен білем нормативті актілер қалай қабылданатынын, шынын айту керек. Кейде оларға мерзім қояды. Міне ертең тамыздың 1 күні осы қабылдану керек дейді. Ол процесс, ол анасы келісімі бар, үйті бар, уақыт алады, сосын олар келісімі ұлттық экономика министрлік болса, ол әділет министрлігімен келіседі, басқамен келіседі, срокына тұрады, ол ана үкімет үйіне өту керек. Сол себептен кейде оған мынау мәселелер қажет болмай қалады. Шынайы ауылдағы ше, не қандай? Мысалы қағидада не болады? Қағидаға мерзім тұрады, одан құжаттардың тізімі тұрады, мүмкін кейбір қағидаларда мен ойымша кейбір перечень тізім қажет емес шығар деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Қазір нақты мен айта алмаймын, бас айта алмаймын. Сол себептен бұл да бір өзекті мәселе шығар. Мынау
қағиданы қабылдану кезінде мен айтпаймын ол коммуникация жоқ. Қаншалықты кері байланыс бар дейсіз ғой? Кері байланыс жағы шынайы. Мысалы жаңағы сіз айттыңыз, сында объективдің болу керек, қазіргі таңда мынау әр норматив акт бірінші қабылданбас бұрын жарияланады. Дұрыс айтасыз. Талқылауға. Бірақ оған халық кейде кіре бермейді. Дұрыс айтасыз. Айтқан кезде. Дегенмен сіздермен байланыс қаншалықты орнатылған? Мысалы бізде қазір әкімдікпен мысалға айтып кетейін, жаңа норматив құқықтық актілері бойынша өздеріңізге белгілі біздің Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына сәйкес мемлекеттік аппаратты бюрократиядан арылту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Департамент құрылды еще. Департамент жақында құрылған. Ол болған негізі екіге бөлінген. Агенттікпен және аумақтық департаментпен біз бұл сала мемлекеттік аппаратты бюрократиядан арылту бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Біздің бір жарты жылдыққа біз бір саланы аламыз. Бір саланы. Мысалы келтірейік, жер саласын аламыз. Жер саласын аламыз да біз түгел соның ішіне кіріп жұмыс тобын құрамыз. Жер саласына қатысты мамандар, қызмет берушілер үлкен жұмыс тобын құрамыз да сол жаңағыдай сіз айтқан норматив құқықтық актілердің ішіндегі шикілікті немесе қарама-қайшылықтарды заңдарға сәйкес пысықтаймыз, зерделейміз. Егер біз сол жерде бюрократиялық бір барьерлерді көріп жатсақ, ұсынысымызды дайындап жоғарыға жібереміз. Сондай мәселе, қазір сондай жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сөзіңіз аузыңызда. Қазіргі таңда Жетісу, Ұлытау, Абай облысы өзгерді ғой. Мынадай қызмет көп екен. Мынау жаңағы жер кадастры не бар ғой? Соны облыстың атауына байланысты, өзгертуіне байланысты өзгертіп жатыр екен. Мысалы бұрын Алматы облысы болған қаражат екен. Оның бәрі қаражат екен. Мен сол кезде ойладым, неліктен осының бары автоматты түрде өзгермеген деген. Сіздер қалай ойлайсыздар, қаншалықты бұл дұрыс? Бұрынғы жердің актісі енді қағаз түрінде болған ғой. Қағаз түрінде болған, яғни ескі вариантта да. Мысалы бұрын Алматы облысы болды, яғни Жетісу облысы бөлінбей тұрып. Ол кісі айтайық 2007 жылы алғанда ол үйді. Одан кейін документ өзгермеген. Сол үйде тұрады. Мысалы сатайын десе, ол жер Алматы облысы деп тұр. Бірақ қазір Жетісу облысы. Сонымен қазір оны өзгерту керек, жаңағы сіз айтқандай төленетін ақымдар бар, сол жағынан проблема бар кәдімгідей. Көп шаруалар субсидия алу үшін жаңа құжатты өзгерту керек екен. Ол құжат, мысалы, бір қожалық айтты менде, мынау бір қателеспен Сарқандама бір жерде. Мен мынау екі актыны өткізу үшін, өзгерту үшін 29 мың төледім деп. Енді бұлай қарап отырсаңыз, қаншама халық қазір қаражат нетіп жатыр. Мүмкін сол норматив актіге тіреліп тұрған шығар деймін да, мүмкін осыны ақысыз жасалса ма деген өзім ойым келді. Енді бұл ретте бізде жер учаскесіне жаңағы сәйкестендіру актілерін әзірлеу және беру деген мемлекеттік қызметі бар. Ол мемлекеттік қызмет бізде өзіңіз айтып отырсыз, біз қағида қарап сүйенеміз, жұмыс жасаймыз. Яғни қағидадан артық құжат талап етуге құқығымыз жоқ, кем құжат қабылдамау керекпіз. Енді аталған мемлекеттік қызмет түрінің қағидасына сәйкес ол мемлекеттік қызмет расында да ақылы түрде көрсетіледі. Бірақ біз енді азаматтардың барлығына облысымыз, аймағымыз ауысты деп ешкімді міндеттемейміз. Азаматтардан егерде өтініш келіп түсіп жатса, мен жаңағыдай жерімде ешқандай өзгеріс жоқ, бірақ ескі қолданыстағы заңға сәйкес берілген жер актіні жаңа нұсқаға ауыстырғым келеді деп жатса, онда біз келген өтінішке сәйкес жаңағыдай өтінішін қарастырып актісін береміз. Бір жерде енді атап өткім келеді, бұрын бізде техпаспорт үйдікі бөлек болатын, білесіз де, госактісі бөлек болатын. Қазір бір-ақ құжат береміз, кадастрлық паспорт дейді. Кадастрлық паспорттың ішінде бұрынғы БТИ сол функциясы сол біздің жылжымайтын мүлік орталығы біздің азаматтарға үкімет мемлекет корпорациясының бір бөлігі болып табылады, қосылды. Қазір БТИ деген мекеме жоқ. Аудандарда да сондай. Аудандарда сол. Енді сол біздің бэк-офис дейді, көзге көрінбейтін біздің. Біз халыққа қызмет орталығы фронт-офис болса, халықпен тікелей бэк-офистің жұмысын ешкім көрмейді, олар жаңағыдай тапсырыстарды орындайды. Сол кезде мысалы азаматтардың өтініш түсіп жатса, біз өтінішін қанағаттандырып, жаңағыдай госактісін шығарып береміз. Енді азаматтың өтініш тілегіне байланысты. Енді өкінішке орай біздің қазір қолданыстағы заңнамаға сәйкес ол тегін көрсету қарастырылмаған.
қазір біздің ережеге сол сәйкес мәселе болып иә. жатыр сол ақы төлеу деген Енді сияқты. кадастрлық паспорт азаматтың өзіне де жақсы. енді кадастрлық паспорт алса ол бір жолата ішінде Иә, бір рет жасайды ғой. үйдің площади қанша, общий площадь, жилая площадь қанша, жердің өлшемі қанша, көршімен шекарасы барлығы бір құжаттың ішінде болады. Иә, мен просто жетісуге қарап ойладым да, өзгерген облыстар, қаншама аудан өзгеріп жатыр тағы да, шығыста өзгерді, соғылардың бәрі де сол мәселе бізде енді болып жатыр ғой. астанамыздың аты өзгерсе де бүкіл ғимараттардың паспорттарын ауыстырамыз ғой. Иә. Енді бұл жерде енді ешкімді енді халықты ондай бір міндеттеп ешкім жүктеп жатқан жоқпыз. Өтініш келіп жатса өтінішін қарастырамыз заң аясында. Так, сіздерге көп рахмет. Былай қарасақ, енді 1 сағаттан аса эфир созылып жатыр. Әрине түйгеніміз айтылатын дүниелер көп. Мен ойлаған мемлекеттік қызметкерлердің тарапынан бұл 1 сағат айтатын әңгіме болмай қалатын шығар. Сіздерге рахмет. Рас, өздеріңізді ашылып айтып жатсыздар. Дегенмен деген сөз нелері жалғаса береді бәрібір. Біз жаңа айттыңыз ғой, әлемде 29-шы орын аламыз деген. Соны нақтылап кетейікші, бұл 29-шы орын электронды қызмет көрсету бойынша, электронды қызмет порталы бойынша даму. Порталы бойынша. Әлемде 196 мемлекет бар. Дұрыс айтасыз. Енді сонымен салыстырсақ, біз көш ілгеріміз. Дұрыс айтасыз. Мен былтыр Ташкент қаласында болдым. Сол кезде мен өзіміздің көрші бауырларымыз болды. Тәжікстан, Өзбекстан, сол кезде Қырғызстан азаматтарына банктың атын айта берейін бе? Каспий деген халық біледі ғой. Сол жерде тұрып мемлекеттік қызметтерді көрсеттім. Мысалы, көлікті ауыстыру, үйдің несіне тұру деген сияқты. Сол кезде маған анау бір Европадан келген сияқты қаратты, енді сіздерде енді алға кетті. Дамып кетіпсіздер бе? Бұл тұрғыда біз рас дамып жатқан жерімізді айтқанымыз дұрыс. Бірақ енді мемлекеттік басқару болғансын, мемлекеттік қызмет көрсету болады. Ол бізде ғана емес, әлемде кең таралған қызмет. Бұны сапалы жеткізу барлығымыздың міндетіміз. Бірақ енді 3 блоктан тұратын эфирімізде біз түйінде келе, өздеріңіз қазір түйіндерін айтсаңыздар, жалпы позитивті жағы да бар. Енді дегенмен әлде жүретін жетілдіретін саламыз бар. Сол жағын түйіндеп айтып кетсеңіз, өздеріңізде не ұсынасыздар? Мүмкін мемлекеттік органдарға қатысты, немесе жүйелік мәселеге қатысты, немесе осы халыққа. Халық не істеу керек өзі деген сияқты. Сонымен түйіндесек, бәке өзіңізден бастап. Не істеу керек? Халыққа қалай хабардар етуін біз негізі ылғи жаңағы баннер, ол тұрмақ LED экран. Адам көп көз негізі LED экранға көп түседі ғой. Сол жаққа саламыз. Инстаграм парақшасы арқылы таныстырып, осындай мемлекеттік қызметтер бар бізде деп айтып жеткіземіз. Енді бұйырса одан да жақсылық хабардар етеміз деген ойдамыз. Ол жұмыс жүреді бәрібір. Әдеге? Мен халқым айтарым, қазақ жастары цифрлы сауатты болу керек. Мына қамшының сабындай қысқа өмірде басқа бір мемлекеттік мекемелерге барып, кезекке тұрып, мемлекеттік қызметтерді алуға уақыт кетірген орнына, әрине бұл жерде халық маған теріс пікір жазуы мүмкін, оны айтып өтейін. Яғни әрине кемшілік тұстар да бар. Ол кемшілік тұстар бойынша, мысалы бізде азаматтарға үкімет мемлекет корпорациясына кез келген қызметті алсаңыз, сізге SMS хабарлама келеді. Біздің қызметті бағалаңыз. Сіз сол сілтемемен өтіп, кез келген суретке түсіруге мүмкіндік бар. Кемшілік тұсты жазып өтсеңіздер, сол бойынша бізде реестр проблема вопрос дейді, өзекті мәселелердің тізімі қалыптасып, соны шешу жолдары қарастырамыз. Енді бұл жерде халқыма айтатыным, қысқа өмірде бала тәрбиесі бар, басқа да бір өмірдегі аса құндылықтар бар. Мысал бір белгілі бір қызметті алу үшін үйге такси шақырып, бастығыңыздан сұранып, біріншіден бастықтың алдында сүйкімсіз боласыз, жұмыстан сұрап берген ешкім жақсы көрмейді. Екіншіден жол қаражатыңыз кетеді. Сол үшін үйде кофе чайыңыз ішіп отырып, осыны бір зерттеп көрейінші, мән берейінші деп телефоныңызды қолыңызға алып, мемлекет қызметті онлайн алу қажет. Егер де бір кемшілік түсіп жатса, астында сілтемесі бар. Сол сілтеме арқылы жаңағыдай қай жерде бағдарламада қандай кемшілік бар, порталда
атап көрсетсе де болады. Енді жалпы біздің проактивті қызмет туралы айтсақ, қазір бала дүниеге келсе де, жүкті болса да, алла сақтасын, енді жүктілік жаңағыдай дүниеден өтсе де барлығын электрон түрде алса болады. Енді болашақта менің бағдарым бойынша айтайын, ол менің бағдарым емес, мемлекеттен бекітілген бағдарлама деп айтса да болады. Біз бұл мемлекеттік қызметке адам өзі өмірінде мән бермеу керек. Мән бермегенде қандай? Өзінің алтын уақытын кетірмеу керек. Мысалы қараңыз, балаңыз дүниеге келді ма, сізге автоматты хабарлама келеді, автомат түрде пособиеңізді тағайындалу керек. Тек қана сіз келісім бересіз. Кейін жолдасыңыз жүкті болды ма, тағы да кезекті түрде жүкті автомат түрде тағайындалу керек. Одан кейін қазір бізде зейнетақыда проактивті режимге көшіп жатыр. Зейнет жасына толдыңыз ба? Автомат түрде зейнетке шығу керек. Проактивті қызметтер. Сол үшін проактивтің өзін енді түсініп отқан шығар. Сол үшін 14-14-тен SMS хабарлама келіп жатса, балаңыз дүниеге бара жатса, онда сол хабарламаға жауап беріп, автомат түрде тапсырып берсе болады. Цифрлық сауаттылықта мән беру керек. Соны дамытыңыздар. Әдеке, өзіңіз қорытылыңыз. Енді мониторингте сіз айналысасыз ғой. Жалпы бізде мына қазір өзіңіз айтып отырсыз, ақпараттандыру бойынша бізде мына агенттікпен қадамдық жоспар бекітілген болатын. Сол жерде біраз бізде жұмыстар бекітілген. Соның бір пунктісімен бізде қызмет алушылар күні деген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Ай сайын ба? Ай сайын салаларға бөлінген. Прием граждан ғой, былай қысқаша айтқанда. Яғни сол жерге сол сала бойынша бүкіл мемлекеттік қызмет берушілерді жинаймыз. Жаңағыдай халық көп жиналатын халыққа қызмет көрсету орталықтарында жиналып, кәдімгі паучоктарды, баннерлерді қоямыз. Қызмет берушілер отырып, жаңағыдай ақпараттандырады, тәртіптерін түсіндіреді. Сөзімен байқаған, енді қазір өзгерістер болып жатыр. Бұрыннан прием граждан жүргізетін адамдар аз жақындайтын адамдар. Сонда отырады адамдар. 4-теміз отырмыз ғой. Отырмыз, халық көбісі қысыла ма, сұрақ қойғысы келмей ма, жақындай қысылады. Сол айтқым келеді, брошюралар, ақпарат таратқан кезде мұқият сол ақпаратпен танысыңыздар. Өйткені себебі сол жерде бәрі жазылған. Дұрыс айтасыз. Қалай жаңағыдай QR кодпен алуға, электронный телефонмен ба, бәрі айтылған. И жаңағыдай прием қызмет алушылар күні бізде мысалға 5 күн бұрын интернет желісінде жарияланады. Осындай күні, осындай уақытта, осындай жерде болатын. Сол кезге белсенді келіп қатыссаңыздар, сол жерде халыққа бүкіл қандай сұрақтары бар, мемлекеттік қызметтің тәртіптерін жеңіл жаңағыдай қазір айтылып жатыр ғой бізде. Егов мобайлы бар, жаңағыдай өз кезекте тұрмай QR-мен сүре салуға болады жаңағыдайшы. Сол мәселелердің бәрі айтылады. Халыққа айтқым келгені қысылмай сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Жаңағыдай ақпаратты алған кезде жаңа брошюралар таратылады. Өзі бізде ақпаратым бар, 7 ба, 3 жуық брошюралар тартылған. Облыс бойынша. Сонымен мұқият танысса жақсы болады. Рахмет. Сіздерге көп рахмет. Жалпы халыққа айналып келгенде ақпарат беру ол міндетіміз. Халыққа да енді сын айтуымыз керек қой. Оларды осы ақпарат алуға міндетті деген. Сол ақпарат жетіспеушілігін кейде түсініспеушіліктер болып жатады. Сол түсініспеушілікті алдын алу үшін оқыңыздар, тоқыңыздар, керек ақпаратты алыңыздар деп айтуымыз керек, ол біздің міндетіміз. Енді мана басында айттық, бізде әлеуметтік жобаның мақсаты сапасын арттыру мақсатында бақылау жүргізу керектігін. Біз мынау 10 елді мекендерде құпия сатып алушы деген жүргіздік. Енді бәке өздеріңізде де болдық, көрдік. Қарапайым кепкамен, футболкамен, мистер шопинг шортикпен барғанымыз кезіміз болды. Бірақ бір ортақ дүниеге тоқталу керек. Өзіміз көргеніміз, түйгеніміз. Мынау кім болып барсаңдар да әкімдіктегі мамандар сіздерге нақты ақпаратты береді. Кім болсаңда, біз соны көрдік. Аға, міне мынаған кіресіз, мынаған жүктейсіз, мына жерге звондайсыз деген сияқты ақпараттар беріп жатыр. Міне, соған көзіміз жетті. Мемлекеттік орган тарапынан ақпараттар, мен ойымша, ақпараттар жеткілікті беріп жатыр. Тіпті керек болса, сан YouTube-тан да, Google-дан да жазсаңда да ол ақпарат саған мә деп атып шығады, былай айтқан кезде. Бірақ соның жазуға ерінетін халыққа біз арнап осы эфирді арнайы жасадық, әзірледік. Сол себептен сіздерге еңбектеріңізге
жемісті болсын деп жеткізгім келеді. Рахмет. Рахмет. жоқ мәке сізді Рахмет. шақырғаныңызға рахмет, жұмысыңызға сәттілік. Сол Сосын сізге бір жылқы дейміз. біз туралы